Шәуәл айының 6 күндік оразасы. Бұл оразаны сол айдың ішінде кез келген күні үзбей бір-бірінен кейін бірін немесе үзіп ұстауға болады. Бірақ айттың артынша кезекпен дереу бәрін ұстаған абзал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім Рамазанды оразамен өткізіп, бұдан кейінгі Шәуәл айында 6 күн ораза ұстаса, жыл бойы ораза ұстағанмен бірдей дейді. Бұл ораза сауабының бір жылға пар-пар келуін былайша түсінуге болады. Алла тағала Құран кәрімде: кімде-кім бір жақсылық жасаса, оған оның 10 есе қарымы келеді деген. Ғалымдар Шәуәл айындағы 6 күн оразаның бір жылдық сауабын осы аятпен байланыстырады. Рамазан айындағы 30 күн мен Шәуәл айындағы 6 күн қосылғанда 36 күн болады. Бұл сан 10 есе көбейтілсе 360 күнді құрайды. Міне, бұл жаратушы иеміздің бізге деген шексіз мейірімі. Шәуәл айындағы оразаға қатысты кейбір мәселелер. Шәуәл айының оразасы нәпіл ораза болып табылады. Яғни, мұны ұстау ешкімге міндет емес, мұсылманның өз еркінде. Дегенмен, мұны ұстамаған жан жоғарыда келтірген пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам хадисіндегі бір жылдық оразаның сауабынан қорғалады. Екінші, Шәуәл айының нәпіл оразасы тек Шәуәл айында ғана ұсталады. Әрі оны айт күннің екінші күннен бастап ұстаса болады. Үшінші, Шәуәл айының нәпіл оразасын арасын үзбей қатарынан, сонымен қатар арасын үзіп бөлек-бөлек күндерде де ұстауға болады. Төртінші, Рамазан айында түрлі себептермен кей күндері қаза етіп алған кісілер Шәуәл айында әуелі Рамазанның қазасын өтеп, кейін Шәуәлдің 6 күндік нәпіл оразасын ұстаса болады. Бесінші, Рамазан оразасын ұстамаған адамдарға Шәуәл оразасын ұстауына болады. Алайда олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүйіншілеген бір жылдық оразаның сауабын ала алмайды. Себебі Рамазан оразасы парыз, оны ұстамау үлкен күнә. КМДБ-ның шариғат және пәтуа бөлімі. Муслим KZ сайтынан алынған. Каналға жазылып, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаймыз ағайын. Қош, сау болыңыздар.